Армысыздар, ардақты ағайын, қадірменді ұлттық өнерінің шын жанкүйерлері. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасы көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатының көрсетілімін бастайды. Қадірменді ағайын, сіздермен бірге мен Нұрсұлтан Құдайбергенұлы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға осы жасөспірімдер арасындағы бәсекені қатысушылардың назарларыңызға ұсынуды жөн санап отырмыз. Яғни алғашқы бәсеке Ақтөбе және Құлагер көкпар командалары арасында өрбитін болады. Ақтөбелік жігіттер мына топта өнер көрсетпек. Ақтөбе командасы: Аян Нақбай, Болат Тұрсынбаев, Дәуренбек Қуанышбай, Асылбек Ағымбаев, Абдулла Мәмбетияр, Дәурен Кенеспаев, Мержан Кенжебаев, Алмат Төлегенов, Мейірбек Құлназаров, Есет Дәрібай, Арман Балымбетов. Команда жетекшісі Нұрлан Додай. Ал Құлагер көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Мирас Орынбасар, Бейбарыс Зулбұхар, Ербол Әбдіқалық, Оразалы Зибаш, Әділет Мамыт, Жандос Аталықов, Бекболат Смайыл, Бауыржан Әбдіназар, Ермұхан Исабай, Асқат Әбдірахман, Ерболат Төлеген, Нұрқасым Аман. Команда жетекшісі Бақтыбай Шырынқұлов, команда жаттықтырушысы Нұржігіт Мырзабеков. Ал бүгінгі бәсекеде төрелік ететін төрешілермен таныс болыңыздар. Ортадағы төреші Ерлан Үсіпов, қапталдағы төрешілер Ақтілек Сәрсенбаев, Айбын Құрақбаев, Боран Сергазинов. Осындай азаматтар бүгінгі бәсекеде төрелігін жасайды. Ал Құлагер және Ақтөбе көкпар командасы ортада күш сынасатын болады. Өздеріңізге мәлім, бұған дейінде Құлагер көкпар командасы ересектер арасында болсын, жастар арасында болсын, қандай бір бәсекеде болмасын, нақты нәтиже көрсетіп, жоғары деңгейде өнер көрсетіп жүрген жігіттердің бірі. Өте нәтижелі өнер көрсетуде. Бұл бізді өте қатты қуантады. Бүгінгі таңда осы көкпардың нағыз қарқынды дамып келе жатқан облыстардың бірі болып саналады, қадірменді ағайын. Оған барлық жұрт куә. Ал Ақтөбе көкпар командасы да өздеріңізге мәлім, ересектер арасында, жастар арасында, жасөспірімдер арасында нақты командасын жарыс жолына шығарып, көбіне ірі сайыстарда өнер көрсетіп жатқан жайы бар. Қазір мінеки сергек шеңберде шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. 1 минуттың ішінде осы серкені көтеріп алып кетуі тиіс. Енді жастар арасында, ересектер арасында Құлагер көкпар командасы осы әдегеннен алғашқы минуттан серкені тақымға басып, қазандыққа шаба жөнелетіндігін барлығын жақсы білесіздер. Қазір де мінеки сондай әдісті жасауға бар күш-жігерлерін салып жатқан жігіттерді біз көріп отырған жайымыз бар. Қазір мінеки әдегеннен серкені тақымға басып үлгерген Құлагер көкпар командасының шабандозы болатын, бірақ одан жұлып алып кеткен Ақтөбелік көкпаршы нөмірі 2-ші Болат Тұрсынбаев. Қадірменді ағайын, көк жейдені киген көкпаршы өкінішке орай серкені тақымнан түсіріп алды. Енді көбіне осы кіші шеңберден серкені тақымға мықтап басып алып, қазандыққа жақындамаса, өздеріңіз білесіздер, қарсыластар бірден серкенің сирағына жармасып, жұлып алып кетуге әбден бар мүмкіндігін жасайды. Серке ортадағы шеңберде, ортада жекпе-жек сайысы. Қос бірдей команданы мықты деген спортшылары қазір Есет Дәрібай мен Мирас Орынбасардың арасындағы тартысты көрдіңіздер. Бұл ретте енді қадірменді ағайын Ақтөбелік шабандоздың мерейі үстем болған еді, бірақ тақымынан түсіріп алды. Әттеген ай, бұл жерде енді қадірменді ағайын көбіне серкені тақымына басқан бойда қазандыққа беттей шауып, бар күш-жігерін салуы тиіс. Әйтпесе, өздеріңіз көріп отырғандай, Құлагер көкпар командасының қорғанысы өте жоғары. Қазандыққа еш жақындатқызбайды. Осындай тәртіпте бәсекені жүргізіп жатқан жайы бар. Бұл да керек дүние, себебі көкпарда өте осындай қорғаныс күшті болмаса, еселеп салымдардың көбейіп кетуі әбден мүмкін. Қазір мінеки өздеріңіз куә болдыңыздар.
Серке жерде 1 минуттан артық жатпауы тиіс. Егерде осындай жағдай тіркелген жағдайда ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Бұл жолы Әділет Мамыт шықты. Құлагер көкпар командасынан, ал ақтөбеліктерден сол Есет Дәрбай намысты қорғауға күш салып жатқан жай бар. Кімнің мерейістен болар екен? Есет пе, әлде Әділет пе? Әділет енді атақты торы тұлпар тақымдап бүгінгі бәсекеде өнер көрсетіп отыр. Осы жекпе-жек сайысына Шымкент қаласында ұлттық спорт түрлері мектебінің арнайы таңдап алған тұлпарларының бірі. Енді көкпарда қадірменді ағайын тағы бір мәрте түсіндіріп айта кету керек. Әр шабандоздың өз жұмысымен, бәсекедегі тәртібімен қатар аттында әрқайсының өзінің қызметі бар. Аттында бабы, әрбір әрекеті шабандозға ыңғай жасап тұруы тиіс. Бұл көкпарда өте керек дүние. Себебі осындай командалық бәсекеде қорғаушының қызметін мақтап атқармаса, шабуылға шыққан кезде бір-бірін шабандоздар демеп жібермесе, көкпарда серкені жеке дара барып қазандыққа лақтыру кез келгеннің қолынан келе бермейтін шаруа. Сол себепті командалық бәсекенің көрігін қыздыру үшін жігіттер әр қадамдарын мықтап, әрбір әдіс тәсілдерін бір арнаға тоғыстырып күшейтіп алатындығын біз айта кетуіміз керек. Сол себепті қадірменді ағайын қазір қос бірдей команданы да қорғанысы да шабуылдары да сәл сылбырлау болып жатқандығы көрініп ақ тұр. Сол себепті тағы да мінекей Серке ойын алаңының сыртына шығып кетіп, ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылғалы отыр. Енді бұл жерде айта кетуіміз керек. Құлагер көкпар командасының сапында Әділет Мамыт, Бекболат Смайыл сынды өте қарулы жігіттердің бар екендігін, көбіне сол азаматтар көбіне осы бәсекелерде намысты қолдан бермей, есепті ашуға күш салып жүреді. Мінекей бұл жолда тура Серкені тақымға мықтап бас алмай қалды. Өздеріңіз көрдіңіздер, қадірменді ағайын. Қорғаныстың әлсіздігі. Тағы да ортада жекпе-жек сайысы. Есет Дәрбай, Оразалы Зибаш. Ақтөбелік палуан мінекей Серкені көтеруге ұмтылыс жасады. Бірақ қазір құлагерді мақтанышы бар күшін ортаға салып жатыр. Аттың күшін дұрыс пайдалану керек осы сәтте. Байқасаңыздар, қазір Ақтөбедегі жирен қасқа егесін мықтап Серкені көтеріп алуына бар мүмкіндігін жасауда. Мықтап Серкені көтеріп алуына ыңғай жасап жатыр. Бұл өте керек дүние. Осы қарқыннан таймаса, команданы алдыға сүйреп шығуға күші бар екендігін біз нақты мысал келтіріп, нақты дәлелмен айта аламыз. Қараңыздар мінекей, бірақ бұл жолы Құлагер көкпар командасының шабандозы шабуылды бақылауға алды. Оң жағдан Серкені көтеріп, мінекей қазір тақымға мықтап басқан сәті. Керемет. Бірақ ақтөбелік палуан жұлып алып кетті. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Серке ойналан сыртынан шығып кетті. Қадірменді ағайын, айта кетуіміз керек, биылғы осы Қазақстан чемпионатына жасөспірімдер арасында 8-ден аса команда қатысып отырған жайы бар. Оның ішінде нақты айтар болсақ, осы жарыстың бас жүлдесінен үміткер Жамбыл облысына Әулиеата көкпар командасы, оңтүстік Қазақстан облысынан Құлагер
Шығыс Қазақстан көкпар командасы. Сол секілді Ақмола облысының мықты командасы, Қызылордадан келген осындай азулы командалар жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатында барын салып, мықтап өнер көрсетуге күш салып жатқан жайы бар. Қазір мінекей шабуылға шыққан сәті. Шабуылды бақылауға алған қадірменді ағайын Құлагер көкпар командасының жігіттері. Әділет Мамыт. Енді командада осы жігітке үлкен сенім артылып отыр. Өздеріңіз білесіздер, атақты көкпаршылардың ізін жалғап келе жатқан жігіттердің бірі десек артық айтқандығымыз емес. Көбіне көкпарда осындай аға буын өкілдерін салып кеткен, сара жолын жалғастырып кеткен жігіттер салымды болып жатады. Бұл көкпардың нағыз кереметтілігін, мықтылығын көрсететін жағдай қадірменді ағайын. Шабуылға шыққан сәті Қазандыққа мінекей жақындады. Қалай қылар екен? Әділет Мамыт салымды салалар ма екен? Есеп әзірге 0-0. Тамаша! Қазандыққа Серкен лақтырған сәті. Бірақ өкінішке орай көрдіңіздер. Ақтөбелік жастардың мықтылығы. Қадірменді ағайын, қорғанысты қандай тамаша ұйымдастыра білуі. Керемет, сөз жоқ. Қарсыластарын Серкені Қазандыққа тура түсіруіне ешбір мүмкіндік бермей қойды. Қазір енді Әділет сол жіберілген қателіктің орнын толтыра алар ма екен? Тура Қазандықтың түбінде Серкені бір көтеріп, сілік тұрып Қазандыққа лақтырып жүрсе, шіркін есепті ашуға мүмкіндігі бар екендігін өздеріңіз көріп отырсыздар мінекей. Топтасып келіп, бір-біріне демеу көрсетпесе, мына сәтте қорғанысында күштілігі өте жоғары болып тұрған жайы бар. Сол себепті қандай деңгейде болар екен? Тамаша, Қазандыққа жақындаған сәті салым қадірменді ағайын. Есеп 0-1. Есеп ашылды. Бұл салымды Қазандыққа түсірген Бекболат Смайыл қадірменді ағайын. 1997 жылы дүниеге келген, Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында дүниеге келген. Тыртықсан атты тұлпармен өнер көрсетуде. Енді айта кетуіміз керек, Бекболат Смайылдың астындағы атақты арғымақ бұл Абылайхан Нышанбектің мінетін тұлпары. Ересектер арасында, жастар арасында бұған дейінде осы тамаша тұлпардың көмегімен талай рет салымды болған. Жарайсын. Бекболат Смайыл жас шабандоз, өздеріңіз көрдіңіздер, енді ғана буыны қатайып көкпарға белсене атсалысып жүрген жігіттер. Болашақта енді осы жігіттерден біз үлкен үміт күтеміз қадірменді ағайын. Бір қуанарлығы, қазіргі күні осы көкпардан жасөспірімдер арасында, жастар арасында, ересектер арасында тұрақты түрде ел чемпионаты өткізіліп келе жатыр. Бұл біздегі көкпардың қадірменді ағайын қарқынды дамып келе жатқандығын айқын көрінісі. Тағда мінекей қазір шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Ақтөбелік шабандоз нөмірі 2-ші Болат Тұрсынбаев Серкенің тақымға басқан болатын. Бірақ төреші ойынды тоқтатты. Өздеріңіз куә болыңыздар. Ортада қайта жекпе-жек сайысы негізінде осы Серке ойын алаңының сыртына шығып кеткен жағдайда. Көбіне осы ойын ережесі өрескел бұзылып, бір шабандоз ойыннан аластатылған кезде, яғни шығарылған сәтте ұйымдастырылады. Мінекей қазір көріп отырсыздар. Ақтөбедегі атақты Мираж атты арғымақ Мағжан Ахетов мініп талай бәсекелерде топ бастаған тұлпарды керемет деңгейін көрсетіп жатқан ақтөбелік шабандозды көріп отырмыз. Бірақ мінекей бұл жолы Мирас Орынбасар
Бірінші болып Серкені тақымға басып алды. Қазір шабуылға шығатын болады. Құлагер көкпар командасының мықты палуандардың бірі. Қазір қазандыққа жақындай қалған сәтінде анық байқап отырсыздар. Бұл шетте енді Құлагер көкпар командасының шабандозына қосымша тағы бір көкпаршы келіп көмегін көрсетпесе, қазандыққа жеткізуін жеткізді, бірақ салымды болу екі талай қадірменді ағайын. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті тағы да. Әділет Мамытты көріп отырмыз. Бұл жолы кімді шығарар екен команда жетекшісі? Енді жасөспірімдер арасында Бақтыбай Шырынқұлов пен Нұржігіт Мырзабаев осы бәсекеде жігіттерді дайындап бәсекеге қатыстырып отырған жайы бар. Мержан Кенжебаев пен Мирас Орынбасардың арасындағы жекпе-жек. Құлагер көкпар командасының палуаны мінекей тақымына мықтап басып алды. Қазір шабуылға шығатын болады. Командалық әріптестері келіп алдын ашып, жолын ашып бермесе, қарсыластардың да қорғанысы өте жоғары деңгейде екендігін көріп отырсыздар. Әділет Мамыт алды қазір мінекей Серкені. Енді Әділет Мамыт Серкені тақымға басса, бұл салымға бір табан жақын қалды деген сөз. Енді көбіне осындай тамаша өнерімен көзге түсіп жүрген Әділет команданы жеңіске жетелейді деген үмітіміз бар. Тамаша салым. Есеп 0-2. Енді бұған дейінгі бәсекелерде қадірменді ағайын айта кетуіміз керек. Құлагер көкпар командасы көбіне салымды болып 10-0, 15-0-ге дейін осындай сәттерде жеңіске жеткендігін біз куә болғанбыз. Сондай бәсекелерінде байқағанбыз. Себебі осындай батыстан келген Ақтөбе көкпар командасымен өткен кездесулерді айқын басымдықпен жеңіске жететін. Ал бұл жолы мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. 2-0-ден әрі аса алмай отырған жайы бар. Енді бұл жасөспірімдер, жастар арасындағы бәсеке осындай деңгейде болады. Ал бір қуанарлығы Ақтөбе көкпар командасының жыл санап қарқыны деңгейі көтеріліп келе жатқандығында қадірменді ағайын. Осымен алғашқы кезең аяқталды. Ақтөбе облыс және Құлагер көкпар командалар арасындағы бәсекеде Құлагердің мықты деген жігіттері 0-2 есебімен алда тұр. Режиссердің қайталап берген көріністерін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Өте мықты, тартысты кездесулер көз алдарыңызда. Алғаш салымды болған Бекболат Смайыл және осы Бекболаттың артынша құлагерліктерді жеңіске жетелеген Әділет Мамыттың салымын тағы бір тамашалап өтейік қадірменді ағайын. Мінекей Әділет Мамыттың керемет салымы Серкесін сіліп тұрып қазандыққа керемет лақтырды. Қадірменді ағайын, назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты. Ақмола облысы Көкшетау қаласында ұйымдастырылған бәсеке мінекей қазір алдарыңызда. Өздеріңіз куә болып отырсыздар. Ақтөбе және Құлагер көкпар командасы осы жарыстың алғашқы кездесуінде жолығып отыр. Өте мықты, жоғары нәтижеде өнер көрсеткен жігіттер мінекей алғашқы кезеңде аяқтады. Өздеріңіз куә болғандай Бекболат Смайыл есепті ашып, артынша Әділет Мамыт
есепті еселеп кетті. Осындай деңгейде қазір құлагердің жігіттері, Шымкенттен келген шабандоздар көш бастап тұрған жайы бар. Енді осыменен талай жыл бәсекелерде ересектер арасында 5 дүркін чемпион атанған құлагер көкпар командасының өзіндік тарихы бар. Жасөспірімдер арасында да жақсы нәтижеге қол жеткізген. Енді қадірменді ағайын өздерін жақсы білесіздер. Оңтүстік Қазақстан облысының қайбір ауданында болсын көкпар өте қарқынды дамыған. Әсіресе осы бүгінде көкпарын саналып кеткен Шымкент пен Жамбыл облысында, Алматы облысында осы үлкен ірі халықаралық сайыстарда өнер көрсететін ұлттық құраманың негізгі палуандардың барлығы сол облыстардан екендігін біз мақтанышпен айта кетуіміз керек. Ал енді Жетісудан шыққан мықты жігіттерді өздерін жақсы білесіздер. Алматы облысының мақтаныштары бүгінде осы ел чемпионаттарында, халықаралық бәсекелерде, осы қазақ пен қырғызға ортақ, түркі әлеміне жалпақ ортақ көкпар бәсекесінде болсын, аударыспақта болсын, тамаша жоғары деңгейде нәтиже көрсетіп жүрген жайы бар. Сол себепті осындай Орынтай Әмірғалиев ағамыз бастаған топ көбіне осындай көкпардың Жетісу жерінде қарқынды дамып келе жатқандығын анық көрсетеді. Ал енді сондай өте жоғары дайындығы керемет командалардың арқасында бүгінде көкпар аймақтарда, ауыл арасында күшейіп келе жатыр. Мінекей қазір тағы да салынды болған құлагер көкпар командасының шабандозы, қадірменді ағайын. Тағы бір мәрте қайталап өтейік, бұл Бекболат Смайыл. 1997 жылы дүниеге келген, Оңтүстік Қазақстан облысы. Ордабасы ауданында дүниеге келген, тұлпары Тыртықсан. Осындай керемет арғымақтардың көмегімен Бекболат Смайыл есепті еселеп жатқан жайы бар. Есеп еселенді. Қазір ойын ережесіне сәйкес серке кіші шеңберге тасталынады. Бәсеке тура сол жерден жалғасын табады. Шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. Бұл жол тағы да мінекей өздеріңіз куә болдыңыздар. Құлагер көкпар командасы ойынның екінші кезеңінде де қарқынды өнер көрсетіп жатқан жайы бар. Жігіттері күш алды. Екінші тыныстар ашылды. Енді алғашқы бөлім аяқталғаннан кейін ортада 10 минуттық үзіліс бар екендігін айта кетуіміз керек. Көбіне осындай үзілістерде команданың басшылары, жетекшілері осы көкпаршылардың алдында нақты тапсырмаларын жүктейтін болады. Бәсекеде жіберілген қателігі бар, басқа қандай әдістерде өнер көрсету керек. Барлығын ортаға сарапқа салып, нақты бір тапсырмасын жүктейтін болады. Осындай тапсырманы тыңдап, мықты күшпен шыққан жігіттердің өнерін көріп отырсыздар. Серкегаз ойын алаң сыртына шығып кетті, бірақ бәсеке жалғасын табады. Жекпе-жек. Есет Дәрібай мен Мирас Орынбасар. Байқасаңыздар, Ақтөбе көкпар командасы әзірге осы жекпе-жек сайысына шығатын тұлпары мен шабандозын ауыстырып жатқан жоқ. Көбіне осы Есет Дәрібайға өте үлкен сеніммен қарап, қандай бір әдісте болсын, қандай бір әрекетті жасалған сәтінде барлығында осы Есетке үлкен күш артып, сенім артып отырған жайы бар. Соған қарағанда нақты осы командалық бәсекеде жекпе-жек сайысында оның ішінде Есеттің басқалардан әдіс тәсілі, айла тәсілі молырақ болып тұрғандығын анық көрсетеді, қадірменді ағайын. Бірақ өздеріңіз куә болып отырсыздар, құлагердің жігіттері де әрбір әдіс тәсілдің барлығын бақылауға мықтап алған. Қажет десеңіз қазандыққа жақындаған кезінде қыспақ қалып ойыннан арасырмай жатқан жайында байқадық. Бұл енді көкпарда көбіне кездесетін дүние. Сол себепті жігіттер бір-бірімен тәжірибе алмасып, осы кем кетіпті түгендейтін болады.
Енді жасөспірімдер арасындағы, жастар арасындағы ұйымдастырылатын ел чемпионаты бұл болашаққа құрған нақты жоспар. Болашақта осы біздің ұлттық құраманың негізгі күштерінің бірін осы жастардың арасынан біз байқайтын боламыз. Мінекей қазір тағы да шабуылға шыққан біз Әділет Мамытты көріп отырмыз. Құлагер көкпар командасынан. Серкені толығымен тақымына басып алған. Қазір қазандыққа жақындайтын болады. Қандай әдісті қолданар екен? Басты мәселе осында. Тамаша. Командалық әріптес екеуі бірлесіп, қазір атын тұлпарын тізгіннен тартып алдыға шығып жатқан жайы бар. Әттеген-ай, осы сәтте енді ұтымды пайдалану керек Әділетке. Жоқ. Бір командалық әріптесі демеп жібергенде осындай мүмкіндік көп беріле бермейді шабандоздарға. Сол мүмкіндікті дұрыс пайдаланылмай жатыр. Мінекей қазір тағы да қазандыққа Серкені лақтырған сәті жиегінде қалып кетті. Тура ортасына түсіру керек. Ойын ережесінде көрсетілгендей Серке тура қазандықтың ортасына түсуі тиіс. Бұл ретте енді Әділет Мамыт сәл қателіктер жіберді. Бірақ сол қателіктің орнын толтыру үшін қазір басқа да командалық әріптестері күш салып жатқан жайы бар. Осындай сәтте емін-еркін мықтап еңкею керек. Уақыт өтті тағы да. 1 минут өте шықты. Жерде Серке 1 минуттан артық жатпауы тиіс. Мінекей қазір Әділет Мамыттың Серкені қазандыққа лақтырған сәті, бірақ жиегінде қалып кетіпті. Өз суырып алып кеткен екен. Асықпай келіп, бар күшігерін салған сәтінде Серкені тура ортасына түсіруге мүмкіндігі бар еді. Бірақ өкінішті, мұндай сәттер есепке алынбайды. Болат Тұрсынбаев пен Мирас Орынбасардың арасындағы жекпе-жек. Шабуылға шыққан сәтін көрдіңіздер қазір. Ақтөбе көкпар командасын шабандоз бұл ретте мықтылық танытты. Шабуылға шыққан сәті. Тағы да мінекей өздеріңіз куә болдыңыздар. Командалық әріптесіне көтерткізіп жіберді Серкені. Ақтөбе палуаны 10 нөмірдегі Есет Дәрібай тақымнан түсіріп алды. Өздеріңізге мәлім, көкпарда көбіне шабандоздар осы ойын алаңының сыртына шығуға 1-2 метр жақын қалған сәтінде бірден Серкені тақымынан түсіріп тастап кетіп жатады. Бұл енді көбіне көкпарда кездесетін дүние, кездесетін тактика. Себебі ойын тоқтап қалмау үшін қазіргі сәтте ақтөбелік жігіттер үшін уақыт өте ауадай қажет. Қайта мінекей Серкені тақымға басқан Бекболатты көріп отырмыз. Тамаша қадірменді ағайын, есепте еселеген Бекболат Смайыл осыменен 3-ші рет салынды болды. Бекболат Смайыл туған жылы 1997 жылы дүниеге келген
Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы тумасы. Керемет. Жасыратын жоқ. Стандартқа сәйкес серкенің салмағы 20-25 келі болуы тиіс. Мінекей, осындай серкені өзіне емін-еркін тақымына басып мойындатқан жігіттің өзі жақсы дайындықпен шыққандығын көрсетіп отыр. Керемет. Есеп 0-4. Құлагер көкпар командасын жігіттер алда келе жатыр қадірменді ағайын. Уақыт өте аз қалды. Ұмтылу керек. Ақтөбе көкпар командасы тура осы бағытта өнер көрсететін болса, жеңіліске ұшырауы әбден мүмкін. Тағы да серкені түсіріп алғандығын көрдіңіздер. Серке кіші шеңберде, үлкен шеңберде кешірім өтінем. Жекпе-жек сайысы. Қазір енді ғана Ербол Әбдіқалық шықты мінекей жекпе-жек сайысына, және осы жекпе-жек сайысына қатысып отырған тұлпарын да алмастырды. Қалай қылар екен? Көктұйғын жекпе-жек сайысында осы көкпаршының мерейін асыруға күші жетер ме екен? 2 минуттың ішінде өз-өзін осы сәтте дәлелдеп шығуы тиіс. Ақтөбе көкпар командасының шабандозына ешбір мүмкіндік бермей жатыр. Енді Құлагер көкпар командасының палуан барлық мүмкіндігі болып тұр, бірақ соны дұрыстап тақымға баса алмай жатыр серкені. Өздеріңіз куә болдыңыздар, астында көктұйғын мүмкіндікті жасап берді. Жолын ашып берді. Серке мінекей тағы да ойын алаң сыртына шығып кетті. Тағы да жекпе-жек сайысы. Жоқ, әзірге серке тақымынан тастап кеткен екен, түсірген екен. Көтеріп алса, жоқ, өкінішке орай серке мінекей енді ойын алаң сыртына шықты. Қазір жекпе-жек сайысы ортадағы шеңберден жалғасын табады. Есет Дәрібай мен Бауыржан Әбдіназар. Тамаша. Ақтөбе көкпар командасының шабандозы серкені бірінші болып көтерген болатын. Бірақ Құлагердің мақтанышы, құлагерлік көкпаршы Ақтөбенің абыройын асыруға шыққан палуанның тақымына мықтап басып алуына ешбір мүмкіндік бермей қойды. Жұлып алып кетті. Тағы да мінекей бурыл тұлпармен шабуылға шыққан құлагерлік Нұрқасым Аман. Нұрқасым Амангаз командалық әріптесіне көтерткізуде серкені.
Екеулеп қазір шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. 13 нөмірдегі Асқат Әбдірахманның тақымында қазір Серке. Көктүйгінмен. Қандай нәтиже көрсетер екен? Әзірге ешбір ұтымды әдіс тәсілдерді жасап жатқандығымыз көріп отырған жоқпыз. Көбіне кездесудің екінші кезеңі жекпе-жек сайысымен аяқталды десек те болады. Тек қана Бекболат Смайылдың салымдары бүгінгі бәсекенің көрігін қыздырды. Қадірменді ағайын, осыменен бүгінгі кездесу өз мәресіне жетті. Көкпардан жасөспірімдер арасында өрбіген алғаш рет ұйымдастырылып отырған Көкше жеріндегі бәсекеде құлагер шабандоздары жеңіске қол жеткізді. Мінеки өздеріңіз куә болдыңыздар. Әділет Мамыт бастап, артынша Бекболат Смайыл 3 рет салынды болды. Есеп 0-4. Оңтүстік Қазақстан облысының құлагер көкпар командасы жеңіске жетті. Тамаша. Ал енді қадірменді ағайын, келесі аптадан бастап біз сіздердің назарларыңызға өте тартысты қызықты кездесулерді ұсынатын боламыз. Алдағы 10 ойында сіздер еліміздің жасөспірімдер арасындағы мықты деген шабандоздардың өнеріне куә боласыздар. Жекпе-жек сайысын қас шеберлері түрлі сайыстарда жоғары деңгейде өнер көрсеткен жігіттердің бәсекесін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Енді көкпар десе ішкен асын жерге қоятын, талай осы ата дәстүрін аялаған палуандарымыздың өнері сіздерді бейжай қалдырмайды деген ойымыз бар. Байқасаңыздар, өте мықты көкпардың бүгінде қарқыны күш алып келе жатқандығын көрсетеді. Сол себепті осындай ұлттық өнерімізді бірге ұлықтауға және де осы ұлттық өнеріміздің кең қанат жаюына көрерменнің қолдауы әрқашан қажет екендігін біз айта кетуіміз керек. Қадірменді ағайын, мен сіздермен көріскенше күн жақсы деймін. Осындай ел чемпионаттарында тұлпарларымыз сүрінбей, көкпардың деңгейі арта беруіне тілектеспін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әр күндерің жеңіске толы болсын, қадірменді ағайын.